балалар жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабақты бастамас бұрын жұмбақ жасап жүрейін, жұмбақтың шешуін табамыз. Тік көтеріп құйрығын, шауып келді жүйрігім. Мирас? Жылқы дұрыс, жақсы. Қамыс құлақ тостаған тұяқ, мінсең қанат, еті тамақ. Ізбасар? Жылқы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Жылқы туралы екен, иә? Бабаларымыздың жылқы түлігін қолға үйретуі. Міне суретке қараймыз, жылқы малы екен, иә? Жылқы. Ботай мәдениеті ежелгі алғаш рет жылқыны қолға үйреткендігімен әлемге әйгілі. Балалар, ботай мәдениеті, міне бұрынғы 4-5 ғасырда өмір сүрген екен ботай мәдениеті. Міне олардың тұрып жатқан үйлері қандай болған? Біздің ғалымдар, Қазақстан ғалымдары оларды зерттеген кезде жердің астынан шұңқырлардан біраз заттар тапқан екен. Олар қандай заттар? Тастан жасалынған, ағаштан жасалынған, қыштан жасалынған, темірден жасалынған, тастан жасалынған жаңағы ыдыстар, пышақты, ине, сондай үшкір заттар болған, аң аулауға жаратылған, және қыштан ыдыс-аяқтар, тамақ ішетін ыдыс-аяқтар бәрін олар топырақтан, қыштан жасалған екен. Одан кейін темірден атқа керекті заттар, әбзелдер жасаған. Тұяқ, тұсау, үзеңгі. Аттың әбзелдерін қарымыз көрінер ма? Неше түрлі әбзелдер бар, білесіңдер оны, иә? Аттың жабулығы болады, ертоқымы болады, үзеңгісі болады, мінекей ауыздығы болады. Отырып, ең бірінші атқа олар жайдақ мінген екен. Кейін келе-келе ақырын-ақырын өздеріне керекті заттарды жасап, тігіп, мінуді үйренді. Жылқы мал, мына ертоқым. Атты білесіңдер, иә? Ертоқымды ерттеп мінетіні. Ертоқымда балалар қазақтар ағаштан өздері қолдан жасаған. Әлі де болса олар қолдан жасайды. Және ертоқымның керекті заттарын күміспен әшекейлеп өздері қолдан жаңағы зергерлер жасайды екен. Жылқы малы қараңдар, терісі мен еті болады, сүті, жылқы құйрығы қыл, жылқы құйрығы мен жалы қыл болады. Қазақстанда жылқының 16 түрі бар, ал әлем бойынша жер бетінде 250 түрі бар екен. Таза мал жылқы, одан кейін қасиетті мал, одан кейін жылқы 25-30 жыл өмір сүреді екен. Жылқы төзімді, одан кейін жем-шөпті қайтып талғамай жеткен. Не берсең де, соны жей береді екен, жылқы малы соны жейді екен. Енді қараңдар, өздерің айтып көріңдер, жылқы туралы тағы қосымша не білесіңдер? Кәне, өзіңіз айтып көріңізші. Жылқы туралы тағы не білесіңдер өздерің? Мүмкін айта ғой? Жылқының өті жоқ. Дұрыс айтады, жылқының өті жоқ. Жақсы, отыра ғой. Жылқының өті жоқ. Сондықтан ол жарысқа жылқы малымен шығады екен. Ол өті жоқ болғаннан кейін көп шабады екен жылқы малы. Жақсы шабады екен. Тағы да не білеміз? Атадан бай озады, атадан бала озады. Дұрыс, жылқы туралы мақал айтып жатыр, иә? Жақсы, дұрыс. Енді қазір мен осы жылқының төрін атап жіберейікші кәмке. Жылқының төрі не дейміз? Дұрыс. Құлын дейміз ғой? Құлын дейміз, иә? Жасына қарай қалай аталады? Ең бірінші кішкентайында жылқының төрін құлын дейміз. Құлыннан кейін жабағы дейміз. Жабағыдан кейін тай дейміз. Тайдан кейін құнан дейміз. Құнаннан кейін дөненнен кейін бие болады екен, иә? Міне, мен сендерді сол жылқының төрі бойынша жасына байланысты топқа бөліп қойдым. Қараңдар. Сол топтарға қазір мен тапсырма беремін. Тез-тез сол тапсырманы орындап жүрейік. Бірінші топ, екінші топ. Сұрақтарды оқып, бірлесіп жасаңдар, жазып отырыңдар. Үшінші топ, төртінші топ. Ал 2 минут берем. Үйден оқып дайындалып келген жаздар, жылқы туралы мен тапсырма беріп қойғам сендерге. Ал тез-тез дайындалып жүреміз. Қай топ дайын? Қол көтеріп жауап беруге болады. Бірінші топ дайынбыз ба? Ал айта ғой. Сұрағыңды оқыса бірінші. Сұрағыңды оқы. Сиырдың атасы жылқы, атасы түйе, атасы қой, атасы ешкі, атасы қалай аталады? Ал айта ғой.
Түйе атасы шопан ата. Түйе атасы ма? Шатаспа. Қой атасы зеңгір баба. Ой, шопан ата. Сиыр атасы зеңгір баба. Одан кейін түйе атасы шекшек ата. Түйе атасы ма? Шатаспа. Осы қара. Осы қара. Одан кейін? Қой атасы шекшек ата. Қой атасы шекшек ата ма? Кімін десеміз? Шопан ата. Шопан ата дұрыс айтады. Ешкі атасы шекшек ата, иә? Шатаспаңдар, ешкі атасы шекшек ата. Жақсы, жауап берген топқа мен асып беріп отырам, кейін асықтан. Үшеуі дұрыс жауап бердің, біреуі де шатасын. Екінші топ ал жауап бере ғой. Жылқы сүті қалай аталады? Оның пайдасы қандай? Жылқының бірінші сүті ол саумал. Саумалдан қымыз жасайды. Саумалдың Дұрыс, саумалдың қымыздың қандай пайдасы? қымыз ол адамға күш береді. Ол андай көптеген аурулардан сақтайды. Және адамның иммунитетін көтереді. Жақсы, отырады. Жақсы. Келесі қай топтайын? Ал үшінші топ. Жылқы туралы мақал мәтел айт. Жылқы алай. Механик ерін жейді, жылқы деп ерін жейді. Ер қанаты ат. Жылқыда күш жоқ. Дұрыс. Аттан тай озады, атадан бала озады. Жақсы, дұрыс, иә? Мінекей, дұрыс айтты. Келесі топ, кәнде. Келесі топ, төртінші топ айта қойдан. Сұрағымды оқын Амина. Жылқымен ойналатын ойындар. Қандай ойындар ойналады? Көкпар. Тыныш, өздері жауап беріңіз. Айта қой. Қатты даусын шығар, дұрыс, көкпар. Одан кейін Мерей айтты, қандай ойын бар тағы да? Жарыс, ат жарысы бар, тағы да Айсұлтан. Тағы да қандай? Айта ғой. Тез, қандай ойын? Қандай ойын бар? Көмектесіп жіберіңіз. Көкпар. Көкпар, дұрыс айтады мінекей. Тағы да қандай ойын бар? Жылқы жарысы. Жылқы жарысы, мінекей жаңа айтады ғой. Көкпар ойыны бар. Одан кейін жарыс, мінекей жылқы жарысы. Одан кейін қандай ойын екен? Қыз қуу, қыз қуу ойын. Тағы да балалар теңге алу деген ойын да бар. Ондай ойын десіппенде? Теңге алу деген, кәдімгі теңгені мынандай қапқа неге салып қояды екен, мешотқа, сөйтіп әр жерге қойып қояды, соны аттың үстіне шауып, аттан түспей, аттың үстіне шауып баратып, жаңа теңгені алып кету керек екен. Міне ол теңге алу ойыны дейді. Біздің ұлттық ойындар өте көп, атты. Арқауды шабатодан, қат шабатодан,